Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың Шұбар деген тауықтары болыпты. Бір күні тауықтың жұмыртқасы алтын болып шығыпты. Шал, кемпір жұмыртқаны жарсақ, деп айтыпты. Шал жұмыртқаны қасықпен ұрып сындыра алмапты. Кемпір, мен де байқап көрейін, деп жұмыртқаны ұрып көреді, бірақ сындыра алмайды. Сол уақытта тышқан үнсіз келгенде, үстелдің үстімен жүгіріп, жұмыртқаны құйрығымен ұрып, еденге түсіріп, жарып жібереді. Шал мен кемпір жылап қалады. Шұбар тауық келіп, ата, әже, жыламаңыздар, мен сіздерге көп жұмыртқа тауып беремін, дейді. Содан кейін шал мен кемпір Шұбар тауығымен бірге бақытты да ғұмырлы күн кешіпті.